Бұл менің сүйікті ұстазым, бастауыш сынып мұғалімдерінің көшбасшысы Мырзахметова Шахназа Даудқызы. Күнде мұғалімдердің күнделікті сабақ жоспарларын тексере салысымен, оның тәжірибені қалай өтіліп жатқандығын көзімен көруге асыға кетеді. Сабаққа еніп қана қоймай, өзі де сабақ процесіне белсенді қатысуға тырысады, өзінің ақыл кеңесін береді. Бастауыш білім негізі екендігін жақсы түсінетін ұстазым жас мамандарға әдістемелік көмек көрсетуден шаршамайды. Оның негізгі ұстанымы мектеп, ата-ана, оқушы бірлігі, яғни үштік одақ құру арқылы білім сапасын көтеру. Ғылыми жобамен айналысатын, олимпиадаға, сайыстарға қатысатын оқушыларды өзі марапаттап, үнемі қолдап отырады. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы демекші, күнделікті тәрбиелік мәні бар іс-шараларда қатысып, оқушылармен, ата-аналармен, тәрбиесі қиын оқушылармен тығыз байланыс орнатқан. Бастауыш сыныптарда өтілетін кез келген шараға уақыт табатын ұстазымның күнделікті өмірі мектеппен тығыз байланысты. Өйткені мектеп ол үшін екінші отбасы. Абай атамыздың 5 асылы өн бойынан табылатын заучым арасында қалалық, облыстық семинарларда қатысып, өзінің біліктілігі мен көзге түскен ісмет педагог десем артық айтпаспын. Фуллер Эдвин: ештеңе туралы сұрамайтын адам ештеңе үйрене алмайды. Демекші, одан кім не сұраса да, өзінің бар білгенін әріптестерімен бөлісуден жалықпайды. Сенеканың басқаларды үйрете жүріп, өзіміз де үйренеміз деген қағиданы берік ұстанады. Мұғалімдермен кіргізілген дуэт сабақтар өтіп, күнделікті өзін жан-жақты дамытып отырады. Бастауыш сынып мұғалімдерімен көп ақылдасады. Күнде асханада берілетін тағамның сапасын тексеріп, оқушыларға ас болсын деп жақсы көңіл күй сыйлайды. Бастауыш сыныптарда өтілетін әрбір іс-шараның әділ өтілуіне үлкен мән береді. Сондықтан да тапсырмаларды өзі дайындап, өзі тексереді. Көне грек философы Гомердің бәріне уақыт бар, жұмысқа да, сұхбатқа да, демалысқа да деген ұранмен жүретін ұстазымды 8 қырлы, 1 сырлы десем қателеспеймін. Өйткені оның қызыға айналысатын істері көп. Ол саяхаттауға да, атта шабуға да, фитнеске баруға да уақыт табады. Тіпті жұмыстан қайтқан соңда түн жарымына дейін бір күндік жұмысына анализ жасап, кем-кетіктерді дұрыстауға тырысады. Өйткені Мырзахметова Шахназа бастауыш білім келешек тірегі екендігін терең түсінген, жауапкершілігі мол ұстаз. Мен мектебіміздің бастауыш сынып бойынша директор орынбасары Мырзахметова Шахназаны лайк басуға лайықты ұстаз деп мақтана аламын.